Сәлем достар, сіздермен бірге Иман 100% YouTube арнасы. Бүгінгі тақырыпқа мен әбден дайындалдым. Сіздердің қолдауларыңызды күтемін. Бүгінгі тақырыбымыз күнделікті айтылатын маңызды дұғалар. Ал кеттік. Таңертең ұйқыдан оянған кезде айтылатын дұға: Альхамдулиллахиллази ахияна бәғдама әмәтана ва илайхин нушур. Қазақша аудармасы: бізді жан тапсырған соң қайта тірілткен Аллаға шүкір, әрі біз оған қайтушымыз. Әжетханаға кірер кезде оқылатын дұға: Аллахумма инне аузу бика минал хубси вал хабайс. Қазақша аудармасы: Я Алла, шын мәнінде мен ер және әйел жын шайтандардан өзіңе сыйынамын. Әжетханадан шыққанда айтылатын дұға ғуфранак. Аудармасы: Я Алла, кешіріміңді сұраймын. Көлікке мінерде оқылатын дұға: Бисмиллах, альхамдулиллах. Алланың атымен, Аллаға шүкір. Алла тағаланың ең жақсы көретін зікірі: Субханаллахи ва бихамдихи. Қасиеті: кімде-кім күніне 100 рет айтатын болса, күнәлары теңіз көбігінде көп болса да кешіріледі. Кімде-кім 100 рет күніне Ла иляха иллаллаху вахдаху ла шарика лах, лахул мульку ва лахул хамду ва хуа ала кулли шайин қадир десе, әр күні 10 құлды азат еткендей сауап алады. Дәптеріне 100 сауап жазылып, 100 күнәсі кешіріледі. Күш-жігеріміз жетпейтін жағдайларда айтылатын зікір: Хасби Аллаху ва ниъмал вакил. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам көптеп айтуға кеңес берген зікір: Я зәл джалали вал икрам. Жер мен көктің арасын сауаппен толтыратын зікір: Субханаллахи вальхамдулиллахи. Сіздерге видео ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар, және комментарийге келесі видео қандай тақырыпта болсын жазып кетіңіздер. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз маңызды.